Армысыздар қадірменді тыңдарман. Мен сіздерге басынан өткен болған оқиғаны баяндап берейін. Сіздер маған көмектесулеріңізді сұраймын. Өз ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Менің жасым 40-та. Бұл жаста әйел затым не іздейді? Тұрақтылық па әлде баянды бақытты ма? Менің өмірім сырт көзге мінсіз еді. 15 жыл отасқан күйеуім, есейіп қалған балаларым, жылы үйім бар. Бірақ ішкі әлемдегі қаңырап бос қалған кеңістікті ешкім байқамайтын. Күйеуіммен қарым-қатынасымыз әлде қашан туысқандық деңгейге түскен. Біз бір шаңырақ астында тұрсақ та екі бөлек әлемде өмір сүретінбіз. Дәл осы кезде ол пайда болды. Көрші үйге күйеуімнің інісі 21 жастағы қайным Арман көшіп келді. Ол қалаға оқуға түсіп, біздің жанымыздағы пәтерді жалдады. Оның жастық жалыны әрбір қимыл іс-әрекетіндегі нық сенімділік пен қатып қалған әлеміме тас лақтырғандай болды. Басында бәрі қалыпты еді. Жеңеше, шайыңыз дәмді екен, жеңеше, көмек керек пе? деген ілтипаттары мен жылы жымсуымен жауап беретін. Бірақ күн өткен сайын оның маған қарайтын көзқарасы өзгерді. Ол көзқарасты жеңешеге деген құрметтен бұрын әйелге деген саусаған құштарлығын байқала бастады. Күздің жаңбырлы кешеді. Күйеуім алыс сапарға аттанған. Үйде жалғызбын. Кенет есік қағылды. Табалдырықта Арман тұр. Үсті-басы малмандай су. Жарық сөніп қалды. Жеңеше, көмектесіп жібересіз бе? Деді даусыз дірілдеп. Мен оны ішке кіргіздім. Сол сәтте бөлмедегі ауа ауырлап кеткендей болды. Мен оған құрғақ киім бермек болып бұрылғанымда, ол менің білегімнен ұстап алды. Оның қолы оттай ыстық еді. Жеңеше, тоқтаңызшы, деді ол сыбырлап. Мен бұдан былай шыдай алмаймын. Менің саналы ойым, бұл ақылсыздық, бұл күнә, бұл масқара, деп айқайлап жатты. Бірақ 40 жастағы әйелдің ішіндегі көптен бері ұйықтап қалған нәзіктік пен өзін әлі де сұлу әрі керек сезінгісі келген құлшынысы жеңіп кетті. Оның 21 жастағы жастық екпіні менің барлық қорғанысымды талқандап тастады. Сол түні мен өз принциптерімен, отбасылық құндылықтарыма және қоғамның жазылған заңдылықтарына қарсы шықтым. Мен оған берілдім. Бұл тек тәннің рахаты емес, бұл менің ішкі еркіндігімнің соңғы әрі қауіпті бұлқынысы еді. Біздің бұл құпиямыз 1 сағатқа созылғандай болды. Бірақ сол 1 сағат менің бүкіл өмірімді астан-кестен етті. Оның құшағында жатып, мен бір мезетте өзімді әлемдегі ең бақытты әрі ең бақытсыз әйел сезіндім. Ол жас, ол болашаққа толы. Мен өткен күннің елесі сияқтымын. Ол кеткеннен кейін бөлмемде тек суық тыныштық қалды. Мен айнаға қарадым. Айнада маған мүлдем басқа әйел қарап тұрды. Көздерінде мұң мен қорқыныш ұялаған, бірақ еріндері әлі де сол сәттің табы қалған әйел. Бір сәттік ләззат өмірлік өкінішке айналуы мүмкін, бірақ сол сәтсіз өмір сүру тірідей көмілгенмен теңдей. Енді әрі қалай өмір сүремін? Күйеуімнің көзіне қалай қараймын? Көрші үйдің есігі ашылған сайын жүрегім қысылатын болды. Арман екеуміздің арамыздағы бұл қылмысты біздің мәңгілік байланыстырды ма, әлде мәңгілікке айырды ма? Мен түсіндім, 40 жас бұл тек қана сан емес, бұл жауапкершілік. Ал 21 жас бұл қателік жіберуге құқылы кезең. Біздің бұл әрекетіміз екі түрлі әлемнің соқтығысуы еді. Бұл оқиға маған мынандай нәрсені үйретті. Адам өзін қаншалықты тәрбиелеймін десе де санасы сезімнің алдында дәрменсіз. Бірақ сол сезімнің артында тұрған зардапты арқалауға ерік жігер керек. Мен қазір сол жігерді жинап, ары қарай қалай қадам басарымды білмей жүрмін. Дәл қазір мен күзгі жаңбырдың астында тұрмын.